Бәріңізге сәлем қыздар, тамақпен қосып жеуге өте дәмді капуста менен салат дайындаймыз. Ең алдымен осылай 4-5 етіп барлығын турап аламыз. Үстіне шай қасықпенен дәміне қарай тұз салып, қолымызбенен осылай басып шығамыз, сығып шығатын боламыз. Яғни біздің капустамыз қазір кішкене басылатын болады, аздап су шығатын болады. Басып шыққаннан кейін 30 минутқа қалдырамыз. Енді келесі кезекте біз сәбізімізді турайтын боламыз. Бір үлкен сәбіз немесе 2 кішкентай алсақ болады. Үкіштің көмегімен осылай барлығын өткізіп аламыз. Бөлек ыдысқа салып, үстіне шай қасықпенен дәміне қарай тұз саламыз. Бұны да осылай қолымызбенен басып барлығын араластырамыз. Жаңа дайындап қойған капустамыздың үстіне саламыз. Сарымсағымызды ұсақтап барлығын 4-5 етіп турап шығатын боламыз. Немесе арнайы үкіш болса, үкішпенден өткізсеңіздер де болады. Капуста менен сәбізіміздің үстіне енді дәмдеуіштерін қосамыз. Қара бұрыш қостық. Содан кейін 1,5 ас қасық қант қосамыз. Паприка қосамыз, 1 шай қасық. Қызыл бұрыш қосамыз. Дайындап қойған сарымсақты қосамыз, яғни чесногымызды қосамыз. Майымызды отқа қайнатып аламыз, үстіне құйып. Енді ас қасығымызды толтырмай, уксус құятын боламыз, 70%. Барлығын жақсылап қолымызбенен араластырамыз. Біздің дәмдеуіштеріміз барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Кешкі асқа өте дәмді салаттардың бірі, тамақпен жеуге керемет салат. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен кешкі асқа тамақ түрлерімен және оңай салат түрлерімен, тәтті түрлерімен, яғни пирогтармен, рецептімен бөлісетін боламын.